Народное радиода «Жұлдыз жорамал». Армысыз тыңдарман, назарларыңызға ертең 17 наурызға арналған жұлдыз жорамалын ұсынамыз. Күн әртүрлі оқиғаларға толы болады, және олардың көпшілігі сізді жағымды таңқалдырады. Кәсіби қызмет саласында ғана емес, шығармашылықта да қатысты ұсыныстар болуы мүмкін. Оларды қарастырған жөн болар. Бірақ басшылықпен және әріптестермен дауласудан аулақ болыңыз. Жұмыста күтпеген қиындықтар туындауы мүмкін. Сізге сәттілік өте жақын болып көрінген кезде, жоспарлардың орындалуына келтіретін жолда кедергілер тауы өседі. Бұл сізді біраз уақытқа дейін депрессияға ұшыратуы мүмкін. Бірақ мұңаймаңыз, бұл кезең жақын арада өтеді. Сіздер үшін кәсіби қызметтің барлық салаларына ашық түстер әкелетін гүлденетін кезең келеді. Келіссөздер ең сәтті болады. Сіздің пікіріңізді басшылық бағалайды, сондықтан жаңа ұсыныстарды ұсынудан тартынбаңыз. Күннің соңына қарай отбасыңызбен қарым-қатынасыңызды анықтаудан аулақ болыңыз. Тәуелді адамдардың тапсырыстары немесе сұраныстары үшін жауапкершілікті арттырыңыз. Басшылық сіздің күш-жігеріңіз бен еңбегіңізді байқау керек. Үнемі шағымданатындарды айналып өтіңіз. Денсаулығыңызға назар аударыңыз, артық жұмыс жасамаңыз. Сізге босаңсудың қажеті жоқ. Әйтпесе бизнес майданында өз позицияңызды жоғалту қаупі бар. Эмоционалды ыңғайсыздық жұмыстағы немесе жеке өмірдегі қиындықтардан туындауы мүмкін. Егер сіз денсаулығыңызбен ерекшеленбейтін болсаңыз, онда бүгін күшіңіз сізден кетуі мүмкін. Өз-өзіңізді күтіңіз. Көбірек бастамашылық көрсетіңіз. Егер жолда еңсерілмейтін қабырға пайда болса, оны бұзуға тырыспаңыз. Қолыңыздан келетін нәрсені жақсырақ жасаңыз. Жанжалдан аулақ болыңыз. Энергетикалық күшті адамның шабуылына қарсы тұру қиын болады. Сіз өзіңіздің жақындарыңызға көбірек көңіл бөліп, қамқорлық жасауыңыз керек. Келіссөздер жақсы нәтиже береді, және сіз қажетті нәтижелерге оңай қол жеткізесіз. Қаржыңызға мұқият болуыңыз керек. Бұл күн туралы жаман ештеңе айтуға болмайды. Көңіл күйіңіз көтеріңкі болып, тынымсыз жұмыс істей аласыз. Басқалармен белсенді қарым-қатынас жасауыңыз керек. Стихиялық шешімдер сәтті болуы мүмкін. Күш-жігеріңіз керемет нәтижемен аяқталады. Сізді бүгін көптен күткен нәтижеге әкелетін көптеген қызықты келіссөздер күтіп тұр. Бірақ әңгімелесуге қатал болмауға тырысыңыз. Егер сіз әңгімелесушінің жауап беруге дайын емес екенін сезсеңіз, оны біраз уақытқа қалдырыңыз. Бұл кезеңде мен қалаймын деген сөзді ұмытып кетуге тырысыңыз. Керек сөзі алға шықсын. Егер жалқау болмасаңыз, нәтиже лайықты болады. Күн келіссөздер мен келісімдерге қол жеткізуге қолайлы. Енді өзіңізді екі жақты күйде таба аласыз. Бір жағынан жұмыста көп нәрседе сәттілікке жетесіз, ал екінші жағынан жақын адаммен қарым-қатынаста қиындықтар байқалуы мүмкін. Жанжалдан аулақ болуға тырысыңыз және төзімді болыңыз. Кейін өкінбейтін нәрсені жасаңыз. Бұл күні алдымен әрекет етіп, содан кейін ойлануыңыз керек. Бірінші импульс дұрыс болып шығады, және сіз қаншалықты көп ойланып талдасаңыз, соғұрлым дұрыс жолдан кетесіз. Басқалардың пікірлерін аз тыңдаңыз, сонда басыңыз жеңіл болады. 17 наурызға арналған жұлдыз жорамалымыз осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Народное радиода «Жұлдыз жорамал».